Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге құймақ дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында сүт керек. Мен 6% сүт алдым. Ал енді осы сүтке кішкене су құямыз. Көп емес, шағын ғана. Болды. Енді 3 жұмыртқа саламыз. Енді достар, мен мынандай пастуше деген майды ертіп алдым. Осыны құямын. Енді қант саламыз. Екеу, үшеу. Кішкене тұз саламыз. 1 қасық. Және ас содасын саламыз. Bir қасықты толтырмай. Енді осының барлығын бір рет айналдырып аламыз. Қосылмаған екен. Қазір земір чайына қойып алайық. Неге? Айналды. Енді ұн сал. Неге? Айналды. Енді ұн саламыз. Күтіппін ғой. Алдымен осыны айналдырып аламыз. Жан жаққа шашырамау үшін бірінші өзін айналдырып алайық. Ал енді достар, кішкене шытмай құйып жүреміз. Көп емес, себебі біз алдында май құйдық. Енді соны араластырып аламыз. Неге? Біздің құймағымыздың сұйықтығы дайын болды. Енді осыны пісіреміз. Ал достар, мен тапамыздың астын қосып қойдым. Кішкене май құйып жүреміз.
Mayonez tapalar yapacağımız. Endi dostlar bizim tapamız kızdı. Endi oğan. Hazır. Kıymağımızı da kıyamız pişiriyor üçün. Karalmış kandı edin bu. Mağan olsunday. Dis bu pişkinlik. Karalmış kandı edin bu. Mağan olsunday. Dis bu pişkinlik. Soğanımızda biz aldaramız. Neyse. Birer kuş tavuğudur. Eğer tapalarınız gündelikli faydalanıp жүрген, kıymak pişirip жүрген tapa болатын болса, көп қатты майлай берудің қажеті жоқ. Менің tapam сондай өзім. Yine biz kıymağımızı pişirip bolup kaldık. Yani soğanlı kıymağımız kaldı. Bizim kıymağımız dayım oldu. Ne karanızda çıkanda çok әдемі болып шықты. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ал енді достар, біздің құймағымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді, әрі пайдалы болсын. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.